Біз еңбек.kz сайтына организацияның атынан кіріп, тек қана основной сотрудниктарды ғана емес, совместительдарды да біз тіркей аламыз. Яғни бір сотрудник екі организацияда жұмыс істейтін болса, біреуінде основной, яғни негізгі қызметкер, екінші организацияда қосымша істеуші, оны біз совместитель деп айтамыз. Жұмыс жасайтын болса, ол екі организацияда тіркеле алады еңбек.kz сайтында. Яғни екі организация ол сотрудникпенен еңбек шартын екі организацияда тіркей алады. Ол үшін жеке кабинетімізге кіреміз, трудовые договоры деген бөлімге кіреміз, зарегистрировать батырмасын басамыз, как положено сотрудниктің иініменен тіркейміз. Қазір совместитель қылып қалай тіркейміз, соны көрсететін боламын. Менен сотрудникті тауып алдық. Біз аты жөні автоматты түрде шығады. Трудовой договордың номерін жазамыз. Қанша аралыққа құрылды ол договор на неопределенный срок, яғни анықталмаған уақытқа ма жоқ, бір жылға ма, оны өзіңіз таңдайсыз. Дата подписания договора, яғни сотрудникпен қай күннен келісім шартқа отырдыңыз, датасын белгілейміз. Одан кейін уточнить етесіз жұмысқа шығатын датасын. Например, мына жерде должность табасыз, поисққа жіберсеңіз өзі табады. Жұмыс түрін басасыз. Осы жерде именно осы жерде основной работник емес, работа по совместительству басу керексіз. Әйтпесе, ол основной работник деп таңдайтын болсаңыз, сіз ол договорды добавить ете алмайсыз, өйткені ол басқа организацияда тіркеліп тұрған сотрудник болып шығады. Таңдайсыз работа по совместительству, режим рабочего времени нормальный или неполный болса, например, совместитель, оны өзіңіз таңдайсыз. Дистанционная работа болса, оны таңдайсыз. Работа по местонахождению организации басасыз. Регион, например, қала таңдау керексіз, бұл жерде регионда қараңыз. Бүкіл Қазақстан бойынша көрсетеді. Сіз өзіңізге қажетті жерді таңдайсыз. Район таңдайсыз. Алматы қаласының райондарын сұрайды. Мысалы, Алтауский район. Адрес барлығын жазып, сіздің сотруднигіңізға қажетті кәсіби дағдыларын және жеке тұлға ретінде қажетті, маман ретінде жеке тұлға басына қажетті качестволар белгілейсіз, подписать, ЕЦП и отправить, яғни организацияның юрлицо руководителін ЕЦП-сімен подписать етіп, отправить етесіз. Ол совместитель, яғни сізде қосымша істеуші сотрудник та сіздің организацияңызда тіркеліп тұрады сотрудник. Ол жерде міндетті түрде совместитель екені көрсетіледі. Сіз еңбек шартын еңбек.kz сайтына тіркеп қоясыз. Ал егер сізде совместитель кейін бұрынғы жұмыс орнына шығып, сізде основной работник болатын болса, трудовой договорды редактировать етесіз де, совместитель деген сөзді основная работа менен ауыстырасыз. Сол кезде сіздің қызметкеріңіз, негізгі жұмысшы, основной работник болып шыға келеді. Совместительдің еңбек шартын осылай добавить етеміз.